плюс белгісін қойсаңыздар, танымайтындарыңыз минус белгісін қойсаңыздар. Танымайтындарға өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Гүлзира Әлбайқызы, психолог, психосоматолог, отбасы кеңесші, МАК маманы, тектанушы. Танимын дейді. Қуаныштымын Назира ханым. Қайырлы кеш. Танитын ханымдарға өте қуаныштымын, ризамын. Астана қаласында тұрамын мен. Сіздермен бүгін тікелей эфирға шығып отырмын. Пайдалы болу ниетінде. Жақсы, қымбат ханым, өзіңіз қалайсыз? Мен ылғи байқасаңыздар кейстермен клиенттердің сіздермен бөлісіп отырам, иә? Не үшін? Сіздерге бір сабақ болсын, инсайт алсын деп бөлісіп отырам. Бүгінде сондай бір кейспен бөліскім келіп отыр. Әрқайсыңызға бір инсайт болсын, сабақ болсын, ой салсын деген ниетте. Бір әйел адам клиент келді маған, күйеуімен проблема болып, күйеуім менің не істесе де міндет қылады, асырағанда міндет қылады, ақша мүлдем бермейді, өте сараң, және мені құрметтемейді, бір-біріміз түсінбейміз деп маған жеке қабылдауға келді. Сондықтан ол кісімен жұмыс жасаған кезде негізі ол клиенттің күйеуі келу керек еді. Психологқа негізі әйел келіп отыр. Бірақ ол негізі әйеліне келген сигнал белгі. Қандай еркектер, осындай ер азаматтар осылай асыраған міндет қылады, әйеліне ақша бермейді, сараң болады. Неге? Өйткені ол ер адамның бала кезіндегі травмасына байланысты. Бала кезіндегі проблемасына байланысты. Бала кезде